Үйленгеннен кейін бірақ жыл өткенде күйеуім ұзақ сапарға Кореяға кетті. Біз Житомир маңындағы шағын қалашықта оның ата-анасының үйінде тұрамыз. Бізбен бірге оның әкесі Әбдіғали аға алды. Жасы 60-тан асқан сияқты, бірақ әлі де ширақ, кең иықты, ұқты, сирек кездесетін ескі замат үлкен адам. Алғашқы кезде онымен бірге тұруға біраз ұялатынмын. Әйтеуір ер адаммен, тіпті қарт болса да, бірге өмір сүру оңай емес қой. Кейін біртіндеп жеңілдеп кетті. Ол мейірімді, қамқор, әрі тамаша әзіл қалжыңы бар екен. Таңертең жеңіл зығыр көйлек киемін, алдыңғы жағы түймелі, жұқа белбеумен буынған. Шашымды төмен түйін жасап, аяғыма жұмсақ балетка аяқ киемін. Әбдіғали аға әрқашан ас үйде әуре сарсаң болып жүргенімді қарап, ризашылықпен күледі. Кейде қай жерде не тұрғанын айтып тұрады, кейде жай ғана газды грелканы құрсағына қойып, тыныш отырып бақылайды. Мәдина бір күні ыдыс жуып жатқанымда шақырды. Кешегі сияқты кейін маған көмектесесің бе? Мен не туралы екенін бірден түсіндім. 3 апта болды, оған инъекция жасап қант деңгейін өлшеуге көмектесіп жүрмін. Оның 2 типті қант диабеті бар, дәрігер көрсеткіштерді қатаң бақылауды ескерткен. Таңертең тамақтан кейін ұйықтар алдында. Күніне жалпы 15 ретке дейін шығады. Алғашында маған сұрауға ұялатын, кейін біртіндеп ырғаққа түсіп алдық. Барлығы дерлік рәсім сияқты болып кетті. Мен өлшегішті алып шығамын, саусағын спиртпен мұқият сүртемін, ланцеттің қақпағын басып тұрамын. Ол әрқашан көзін жұмады. Мен де. Бұл жай ғана қамқорлықтан гөрі бір түрлі жақын нәрсе сияқты болатын. Сол күні алғаш рет оның менің қолымда әдеттегіден сәл ұзағырақ, жұмсақ әрі жылы ұстап тұрғанын бағым. Бұл нені білдіреді деп білмедім, бірақ ештеңе байқамағандай істедім. Кешке ұйықтар алдында тағы шақырды. Мәдина, кешкі ас алдында тағы бір рет өлшейікші. Қарсы емессің ғой. Мен басымды изедім. Ол креслоға отырды, мен оның алдына тізерлеп отырдым, саусағын ыңғайлы алу үшін. Оның қолы жылы құрғақ еді. Кенеттен жоғарыдан төмен қарап тұрғанын байқадым. Бетіме жұқа иық бауларға, мойынның қисығына. Сен періштесің ғой, Мәдина жан. Қалай өмір сүрер едім сенсіз? Мен көзімді алшаққа бұрдым. Әбдіғали аға, көмектесу маған да ұнайды. Шынымен? Ол ештеңе демеді, тек адамша ауыр әрі жеңілдегендей күрсінді. Мен тұрып құралды қорапқа салдым, бірақ бөлмедегі ауа басқаша болып кеткенін сездім. Кернеулі, қалың, жазғы нөсер алдындағыдай. Келесі күні бәрі қайталанды. Енді ол өзі сағатпен шақыра бастады, тіпті түнде де. Мен шаршадым. Ялмадым. Ол мені ұқыптылығым үшін, шыдамдылығым үшін, жұмсақ қолдарым үшін жиі мақтайтын болды. Кейде өзімді арнайы қалыңырақ мата көйлек киіп, бірақ тереңірек мойын ашылғанын таңдайтынымда, не жұқа шұлық киіп, халаттың астынан сәл көрінетінін байқадым. Неге? Білмеймін. Мүмкін байқалғым келген шығар, мүмкін жалғыздықтан. Бір күні таңертең душтан шықсам, Әбдіғали аға есік алдында тұр екен, кездейсоқ сияқты. Көзі дымқыл мойныма, кеудемде әрең ұсталып тұрған сүлгіге түсті. Кешір, әлі киінбегеніңді білмедім. Мен күлдім. Бәрі жақсы. Әдейі емес қой. Бірақ сол күннен бастап арамызда бірдеңе өзгергенін сездім, маған аздап мазасыз бола бастады. Сол душтан кейін 1 апта өтті. Сырттай бәрі әдеттегідей, бірақ оның ішінде бірдеңе өзгерді. Ол тыныш, ойлы бола түсті. Тіпті қант өлшегенде де бір ұялшақтық пайда болды, біздің арамыздағы нәзік жіпті бұзып алудан қорыққандай. Мәдина жан, бүгін түнгі өлшеуді жасамайықшы. Деп сұрады, бірде сақ, дерлік кешірім сұрағандай. Неге? Таң қалдым. Сізге керек қой. Сенің демалуыңды қалаймын. Шаршадың ба? Мен шаршадым.
Иә, бірақ сол сәтте біртүрлі жағымсыз нәрсе сезілді. Ол енді менің тиісімді қаламайтын сияқты, немесе менің сезімімді сезген шығар. Мен шатасып қалдым. Сол күні арнайы кішкентай гүлді, кең мойынды, қалың маталы көйлек таңдадым. Ол барлығын дерлік жауып тұрды, бірақ белді қатты көрсететін. Шашымды жайып жібердім. Әбдіғали аға бірде ұзын шашты ұнататынын айтқан еді. Құралды әкелгенде, ол менің білегіме сәл ұзағырақ қарап қалды. Бүгін өте әдемісің, Мәдинажан. Рахмет деп тым жылдам жауап бердім. Мен әдеттегідей қасына отырдым, бірақ бұл жолы ол қолын беліме қойды. Жұмсақ, жылы. Теңгерімді ұстауға көмектесем деп айтты, бірақ саусақтары сәл қозғалды. Мәжбүрлемей, дөрекі емес, керісінше нәзіктікпен. Мен қатып қалдым. Жүрегім құлағымда соқты. Құрал пис кетті. Сандар нормада, бірақ менің көңілім емес. Түнде ұйқым келмеді. Ойлар шатасып жатты. Денем біртүрлі толқумен жанып тұрды. Оның қарағанын, саусақтарының қысылғанын, бүйірімде тұрып қалғанын есіме түсірдім. Бұл кезде соқпайды. Мен мұны қаладым ба? Келесі таңда ол кернеулі болды, көзіме қарамады. Өлшеу үнсіз өтті. Тек шығарда ғана. Кешір мені, егер. Бәрі жақсы деп үзіп жібердім. Шынымен, ол басын изеді, бірақ өзін қатты ұстап тұрғаны байқалды. Сол күні күйеуімнен сәлемдеме келді. Ішінде жазба. Мәдинажан, сен менің құдайымсың. Және қызыл іш киім, жұқа, кружевті, күнделікті киюге арналмаған. Арқамнан қалтырау жүгірді. Мен жиынтықты шкафқа жасырдым, бірақ ой басымнан шықпады. Егер киіп алсам, ол байқар еді, әсерленер еді. Мен мұндай ойламауым керек. Мен тұрмыстамын. Бірақ келесі түнде шыдамадым. Сол іш киімді халаттың астына кидім, өзім үшін, өзімді қалаулы сезіну үшін, әйел екенімді еске түсіру үшін деп өзімді алдадым. Кешкі өлшеуге шақырғанда баяу жүрдім. Әр қадам кеудемде жаңғырды. Ол пижамада ұқыпты таралған. Көрінісі шаршаған, бірақ ширақ. Мен құралды алу үшін еңкейгенде халат сәл ашылып қалды. Көзі сол жаққа түсті де, жылдан бұрылды. Мәдина, деп сыбырлады, егер қазір кетуіңді сұрасам, кетесің бе? Жоқ, деп сыбырладым. Егер қарсы болмасаңыз, қаламын. Ол ұзақ үнсіз қалды, содан кейін баяу қолын созып, иығымды ғана ұстады, төмен түспеді. Мен батылдық етпеймін. Бірақ мен соқыр емеспін. Мен оның алақанын өз қолымен жаптым. Біз ешқандай жамандық жасамадық, тиісуді де, сөзді де. Тек көзқарас, тек қол үстінде қол, тек ұйқысыздықтағы тыныс. Бірақ сол кештен бастап үйіміз басқаша болды. Сол түннен кейін бәрі өзгерді, сырттай әдеттегі ырғақты сақтауға тырыстық. Өлшеу, тамақ, әңгіме. Бәрі жоспар бойынша. Бірақ арамызда үнсіз кернеу орнады. Мен оның көзқарасын жиі өз үстімде ұстайтын болдым. Құмарлықпен емес, керісінше сабырлы таңданумен. Мен жай ғана қасында екеніме риза сияқты. Ол әсіресе әдепті, дерлік қатаң болды, бұл тек құпияны күшейтті. Енді құралмен келгенде ол көйлегін түзетіп, жағасын реттеп кездесуге бара жатқандай әрекет ететін. Бірде жаңбыр алдында жарық өшіп қалды. Тағы щитокта бірдеңе болды ғой деп бұр етті, креслодан тұрып. Мен сізбен бірге барамын. Менде кішкентай шам бар. Біз жертөлеге түстік. Онда ылғал мен ескі ағаш иісі бар. Ол шамды ұстады. Мен құрал қорабын. Щитокты аша бастағанда мен дымқыл плиткада тайып құламау үшін оның иығынан ұстадым. Біз қатып қалдық. Оның бір қолы белімде болды. Екінші қолымен шамды ұстап тұрды, жарық тікелей менің сандарыма түсті. Мен жеңіл үй көйлегінде едім, жұқа тоқылған, кенет матаның денемді қалай қысып тұрғанын түсіндім. Кешір деп дем алдым.
Ол жауап бермеді, тек инерциямен сәл жақын тартты. Арқам оның кеудесіне тиді. Бұл 1 секунд қана болды. Бірақ сол секундта бәрі бар еді. Жалғыздық, тыйым, жылу. Жарық қайта жанғанда ол жылдам шегінді де сыбырлады. Біз абай болуымыз керек, Мәдинажан. Бізге болмайды. Мен жауап бермедім. Кейін бөлмеде оның халаты ілгіште қалғанын байқадым. Оған сол матаның үстіне, оның иісіне жабысқым келді. Темекі, жалбыз және таза ер адам дұшкелі. Мен астарына саусақпен жүгірдім. Жұмсақ еді. Кенеттен біртүрлі толқу басталды. Мен кереуетке отырып халатты құшақтап көзімді жұмдым. Маған ұят болды. Бірақ ұятпен бірге басқа нәрсе де болды. Байқалғым қажет болғым келетін ыстық құмарлық, тіпті шекарада болса да. Келесі күні ол бөлмеден ұзақ шықпады. Шыққанда қырынып көйлек киіп, жаңа әтір сеуіп алған. Мен біртүрлі өткір нәрсе сездім. Өзіңізді қалай сезінесіз? Деп сұрадым. Жақсырақ. Тек енді саған қалай қарарымды білмеймін. Қараудың қажеті не, сезінуге болады ғой. Деп айтып салдым да өз сөзіме шошып кеттім. Ол жақындап бір қадам жерде тоқтады. Біз үнсіз тұрдық, тек тыныштық қоңыраудай сыңғырлады. Мәдинажан деп бастады. Мен көзімді көтердім. Мен саған ешқашан тиіспеймін, тіпті әр түн сайын армандасам да. Мен басымды изедім, сол сәтте түсіндім. Ол маған әлдеқашан тиген. Терімен емес, әлдеқайда тереңірек. Көп ұзамай күз келді. Ауладағы жапырақтар алтын таспадай жолға түсе бастады. Мен күнде сыпыртқа алып шығып сыпырдым. Әбдіғали аға енді менімен бірге шығатын болды. Есікте тұрып қарайды. Кейде ескі ағаш сыпыртқа алып көмектеседі. Біз үнсіз жұмыс істедік, бірақ үнсіздік бос емес еді. Сол сәттерде қолымды ұстаса, әлем тоқтап қалатындай көрінетін. Бір кеште ол маған пальто ұсынды. Суық тиіп қаласың деп белбеуімді байлап жатты. Қолдары белімде қажетті уақыттан ұзағырақ тұрды. Ол шегінгенде көзқарасы жай ғана, жылы емес, аш болды. Мен басымды бұрып үйге кірдім, бірақ ішім сығылып тұрды. Мен қалай күшті реакция беретінімнен қорқатымын. Сол түні түс көрдім. Мен сол қызыл іш киімде айна алдында тұрмын, күйеуім сыйлаған. Үстімде Әбдіғали ағаның халаты. Артыма бұрылсам, ол артымда тұр. Сол көзқараспен қарап тұр. Қозғалмайды, тек қарайды. Мен жасырынбаймын. Халатта шамын. Мен терге малынып ояндым. Алғашқы ой. Егер сол кезде кіріп келсе, тоқтатпас едім. Бірнеше күннен кейін мені шатастырған оқиға болды. Мен оны бөлмеде жалаңаш кеудесімен ұстап қалдым. Ол екпе орнындағы таңғышты ауыстырып жатқан екен. Мен кіргенде жабынуға үлгермеді. Қозғалмайды, тек қарайды. Мен жасырынбаймын. Халатта шамын. Мен терге малынып ояндым. Алғашқы ой. Егер сол кезде кіріп келсе, тоқтатпас едім. Бірнеше күннен кейін мені шатастырған оқиға болды. Мен оны бөлмеде жалаңаш кеудесімен ұстап қалдым. Ол екпе орнындағы таңғышты ауыстырып жатқан екен. Мен кіргенде жабынуға үлгермеді. Мен қатып қалдым. Оның денесі күнге күйген, мықты еді. Онда егделік жоқ. Өзін күтетін ер адамның денесі болатын. Мен әйел ретінде оны байқамауға болмайтын. Ол көйлекке қол созды, бірақ мен кенет жақындадым. Қай жерге инъекция жасаймын, көрсетіңізші. Деп сұрадым, дауысым дірілдеп кетті. Мәдинажан. Ол бірдеңе айтпақ болды, бірақ мен әлдеқашан еңкейіп терісін сүртіп жаттым. Тері ыстық еді. Мен әрең тиіп тұрдым. Екеуміз де тыныс алмай тұрдық. Дайын деп сыбырладым. Ол бұрылды. Мен әлі де жартылай иіліп тұрдым, беттеріміз тым жақын болып қалды. Өте жақын. Егер қазір кетпесең. Деп бастады ол. Мен кетпедім. Ол тиіспеді, бірақ тынысы бетіме күзгі жел сияқты тиді. Екеуміз де сол сәтте қамқорлықпен түсіндіруге болмайтын шекараны кесіп өткенімізді білдік.
Кейін өз бөлмеме қайтып, халатты шешіп, іш киімде қалдым да кереуетке жаттым. Мен оның креслоға қалдырған ескі көйлегін ұстадым. Ол оның иісімен болатын. Мен оны баяу кеудеме, мойныма, бетіме бастырдым. Бұл әлсіздік сәті еді. Мен өзімді осыған рұқсат еттім, өйткені ішімдегі қарсылыққа енді шыдай алмадым. Мен оның иісін сезгім келді. Ол осы жерде, қасымда, мына жастықта, мына көрпеде болғандай ойлағым келді. Келесі таңда ол бұл туралы ештеңе айтпады. Бір ауыз сөз де жоқ. Бірақ көзқарасы басқаша болды, өзін және қасындағы әйелді бірдеңе түсінген еркек сияқты. Ал кешке, әдеттегі өлшеу уақытында ол кенет: «Мәдинажан, маған түс көрдім» деді. «Маған да» деп жауап бердім. Ол басын изеді, түсінген сияқты. «Бізге болмайды». «Енді кеш» деп сыбырладым. Қазанның соңғы күндері қалың тұман мен ызғарлы жел әкелді. Үйде суық болды, мен оның тоқылған сұр кардиганын киіп жүрдім, шынтағы тозған, бірақ қолдары сияқты жылы. Әбдіғали аға мені онда көргенде ештеңе демеді, тек қарады. Енді ол таңертең менен бұрын тұратын болды, жалбыз шай қайнататын, құралды әрқашан дәл сол жерге қоятын. «Мәдинажан, сен менің жүрегімсің» деді бірде. «Тоқтасаң, мен де тоқтаймын». Мен не деп жауап берерімді білмедім. Немесе жылағым келді, немесе оған лақтырылып, құшақтап, бәрін ұмытқым келді. Ұмыт, мен еркін емеспін. Бұл болмайды. Бұл енді жай эмоция емес. Сол түні тағы түс көрдім. Біз қараңғы бөлмеде отырдық. Ол білегіме ұстады. Нәзік, бірақ мықтап. Мен қарсылық көрсетпедім. Менде оның көйлегі ғана, астында ештеңе жоқ. Мен оған тоқтама деп сыбырладым. Оянғанда қалтырап тұрдым. Бұл енді қиял ойыннан әлдеқайда артық еді. Нағыз драма апта соңында болды. Күйеуім кешке қоңырау шалып 3 күннен кейін қайтамын деді. Мен селқос қалдым. Кеудемде бәрі бар. Қуаныш, кінә, қорқыныш әрі өкініш. Менде осы сезімнің де бар екеніне сенгім келмеді, бірдеңе құлайды, құрылмайды. «Әбдіғали аға», дедім кешкі ас үстінде, күйеуім қайтып келеді. Ол үнсіз басын изеді, содан кейін терезеге қарады. Бұл болатынын білдім, бірақ мұндай ауыр болады деп ойламаппын. Мен оған жақындадым. Ол креслода отыр, қолдары жұмылған. Мен алақанымды иығына қойдым. Оны өз қолымен жапты, мен дірілді сездім. Біз ештеңе жасамадық қой деп айтпақ болдым, бірақ даусым сатты. Кейде ештеңе жасамау ең қорқыныштысы. «Мәдинажан, сен сездің бе?» Мен де сездім. Мен әдеттегідей оның алдына еденге отырдым. Бірақ бұл жолы құрал үстелде қалды. Біз жай ғана үнсіз отырдық. Ол шашымды баяу сипады, қоштасқандай. «Сенде менің ешқашан болмаған жарығым барсың. Сізден мен ұзақ уақыт сезбеген жылу барсыз». Ол еңкейді, ерні маңдайыма әрең тиді. Әрең. Бірақ жасамады. Батылдық етпеді. Келесі таңда тұрдым, бірақ ол жоқ. Ас үйде де, қонақ бөлмеде де жоқ. Оның бөлмесі бос. Кереуетте қаға жатыр. «Мәдинажан, мен айтқан санаторийге кеттім, есіңде шығар. Сен күйеуіңді тыныш қарсы алсын деп қалаймын. Жүрегің таза болсын, бәрі жақсы болсын. Мен кетем, сен мені қабылдамағаның үшін емес, өзімді танымай қалғанымнан, және қорқып тұрғанымнан. Жылуың үшін рахмет. Егер бір күні есікті ашсаң да, мен сол жерде тұрсам, біл. Мен ұмытпадым. Әбдіғали». Мен хатты оқып көз жасым үстелге тамды. Ол кетті. Сол сәтте түсіндім. Мен 1 жыл бұрынғыдай емеспін. Мен басқа әйелмін, өмірде бірдеңе дерлік тыйым салынған, дерлік ертегілік, бірақ соншалықты тірі болған. 3 күн өтті. Күйеуім келді. Мен оны сол сұр кардиганмен қарсы алдым. Ол мені құшақтап шашымның иісін жұтып: «Сен басқаша иіс шығарасың, өмір сүргендей» деп сыбырлады. Мен оған жабыстым, көзімді жұмдым, сол сәтте біреу қарап тұрғандай сезілді. Мен балконға шықтым.
Көшеден алыс, аялдамада ол тұр, Әбдіғали аға, сөмкесімен. Ол жоғары қарады, маған тікелей күлімдемеді, тек бір рет басын изетті кетті.